Бүгін сенбі. Яғни бүгін кісі көп болады. Егерде кісі көп болса, маған чаевыйға ақша тастайтын кісілер де көп болады. Сағат неше болды екен? Мына кісі күніне 4 рет звондап. Айттым ғой жұмысқа кетіп баратырмын деп. Даяшы. Малада шақырмайтын уақытта шақыр. Саламатсыздар ма? Не қалайсыздар? Маған ана үлкен пюре мен котлетті беріңізші. Сен үлкен пюре мен котлетке ақшаң жете ма? Мынау жете ма? Қарындасым, маған тек қана пюреге жетеді. Онша пюре ғана беріңізші. Жарайды. Ақшалары жоқ. 300 теңгелері бар. Шөй үлкен котлет пен үлкен пюре дейді ғой. Жетсіз жүрген дейбіз. Тойып қалсаңыздар тағы шақырасыздар. Рахмет. Китай, открой свой рот. Туда летит самолет. Әке, аузыңызды үлкен қылып ашпайсыз ба? Мыналарың несі? Не ақшаларың жоқ, наран бәрін шәшіп, бәрін мен жинайым қатынан. Кешіріңіз, мен көзі көрмейтін әкеме тамақ беріп отырмын. Кішкентай кезінде осылай еркелетіп тамақ беретін, аузына түсіп қалса сүртетін. Бір рет болсын қабағын сүйіп те көрмеген, ал анамыз бізді тастап кетті. Мен ауырған кезде әкем жанымда болды. Енді әкем қиналған кезде мен де жанымда болуым қажет. Ал сіздің әкеңіз бар ма? Бар. Қандай күшті? Неге? Сіз күнде котлет пен пюре күнде апаратын шығарсыз. Күнде котлет пен пюре дегенде ол былай ғой негізі.